Бәріңе сәлем, бүгін мен әлемдегі ең танымал YouTube арналардың табысын есептейтін боламын. Бұл арналарға әрине PewDiePie'дің арнасы кіреді, және де T-Series пен CoComelon. Соңғы екеуінің табысын есептеу қиындау, себебі олар үлкен корпорация, компаниялар. Алдын ала видеоға лайк басып, жайғасып отыра бер. T-Series жазылушылар саны бойынша әлемдегі бірінші YouTube арна. Бұл Индияның музыкалық арнасы, қазақстандық Какку сияқты. Сол Индияның неше түрлі әншілерінің әндерін, клиптерін салады. Бұл арнада YouTube монетизациясы қосылған ба жоқ па білмеймін, дегенмен де олар YouTube'сыз да керемет ақша тауып жатыр. Себебі подписчиктер саны да көп және музыкалық арна. Әншілердің клиптерін салған үшін ақша алады және де концерттер ұйымдастырып ақша табады. Дегенмен де егер оларға YouTube монетизациясы қосылған болса, YouTube'тың өзінен қанша ақша табатынын қазір есептеп көретін боламын. Ендеше әрине Social Blade'ге кеттік. T-Series арнасында айына 4 миллиард қаралым жиналады екен. 4 миллиардтың 20% ол 800 миллион. YouTube'та 1000 қаралым үшін әртүрлі жағдайларға, әртүрлі елдерге байланысты $0.2 4 долларға дейін ақша береді. Индияда қанша ақша алатынын білмеймін, сол себепті $2 мен есептедім. $1.600.000-дің 68% ол $1.088.000. Оны теңгеге айландырсақ 450 миллион теңге. T-Series айына YouTube монетизациясынан 450 миллион теңге табыс табады. Әрі қарай рекламалары бар, концерттер бар, анау-мынау дегенде бұл үлкен корпорация болғандықтан миллиардтап табады. Ал ендеше мен келесі арнаға кеттім, бұл CoComelon арнасы. CoComelonда 95 миллион жазылушылар бар. Бұл арна өздері балаларға арналған мультфильмдер жасап шығарады. Теледидарда бұндай арна бар ма білмеймін, бірақ YouTube'та осы ең танымал мультфильм шығаратын арна. Бұлардың да табысын есептеу T-Series сияқты, егер бұлардың телеарналар бар болса өзгеріп кетеді. Дегенмен де YouTube'дан табатын табысын есептеп көрейік. Social Blade'ге кеттік. CoComelon арнасының айына жинайтын қаралым саны T-Series'тікінен тек 500 миллионға аз. Оның 20% 700 миллион. CoComelonның $1000 алатын табысын $3 қылып есептедім. Себебі CoComelonда ағылшын тілді арналар көреді, Америкадан, Европадан адамдар көреді. $2.100.000-дің 68% $1.428.000. Оны теңгеге айналдырамыз, бұл почти 600 миллион теңге. CoComelonдағы кәдімгі жарнама түрі 100-200 миллион теңге тұру мүмкін. Сонда бұлар да миллиардқа таяу табыс табады. Әлемдегі ең танымал блогер PewDiePie'ға да келіп жеттік. PewDiePie'дің арнасында 107 миллион жазылушысы бар. Жаңа айта кеткенде YouTube 1000 қаралым үшін $0.2-дан $4 аралығына дейін ақша береді. Ал PewDiePie YouTube'пен жеке келісімшартқа отырған. Демек оған $4 толықтай беретін шығар. PewDiePie'дің айына жинайтын қаралым саны 221 миллион, оның 20% 44 миллион. Бұл санды $4 мен көбейткенде $176.800 табыс табады деп тұр. Оның 68% $120.000. Оны теңгеге айландырғанда ол айына YouTube монетизациясынан 50 миллион теңге табады. Сонымен қатар әр видеосындағы жарнама құны 100 миллион теңгедей тұрады. Сонда PewDiePie да айына 500 миллион теңгедей табыс табады. Және ол ең бай блогерлер қатарына кіреді. Ендеше бүгінге осы, ютуберлердің табысы осы. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа.